Қайырлы күн аналар, сіздерге бүгін баланы 4 айға дейін негізі дұрыс күтім керек. Ең бірінші, қалай баланы дұрыс жерден аламыз. Бала жатады, осылай, и жатқан кезде көбісі былай тіктеп көтеріп алады, бұл дұрыс емес. Баланы екі бүйірінен ұстаймыз да, осылайнан жерге қарай басын төмен қаратамыз. Сол кезде баланың мынау арқа жағына көп күш түспейді, мынау бұлшық еттері тырыспайды. И сөйтіп өзіңізге қарай былай жоғары көтеріп аласыз міне. Осылай ұстайсыз, и мына екі аяғын былай қосып, өзіңізге қарай ішіне қарай тартасыз. И мынау құйрығынан ни в коем случае бала өзі отырмайынша құйрығынан былай тіремейміз. Отырғызған кезде де алдыңызға құйрығын тіретіп отырмаймыз. Енді осылай көтересіздер, енді ары қарай баланы қалай киіндіріп шешіндіреміз. Мысалға, мына баланың киімі болса, былай бала киініп тұр делік, Осы кезде баланы шешіндірген кезде, мына баланың басын былай көтермейсіздер. Мүлдем басын көтеруге болмайды. Қолын шештіңіздер, осы жатқан күйінше мына шешетін футболкасын мысалға былайынан шеше салыңыздар, болды. Мүлдем мына басын бетіп көтеріп жасауға болмайды, потому что бала тонусы артып кететін болады. Тонус қатты болған кезде балада уже басы шалқақтап бетіп былай шалқақтап кете беретін болады. И және де тағы бір нәрсе, шомылдырған кезде баланы да басын көтермейміз, былай көтеріп, былай шомылдырмаймыз. Суды тазикке аз ғана құясыздар, мынау құлақтың деңгейіне дейін, мынаған дейін суды құясыздар да, и сол суға былай шомылдыра бересіздер. Былайнан бүйтіп, ол су жетеді сіздерге, сол судың өзі жеткілікті. Бала өзі үлкейіп отырмайынша, осыншама суды толтырып, басын көтермейміз, напряжение тудырмаймыз, и осылай күйінше әдемі шомылдырып шығасыздар.